Бүгін осындай керемет қызыл барқыт пирожныйын дайындаймыз. Пирожныйға қажетті заттар: айран, сода, какао, ұн қопсытқыш, сары май, жұмыртқа, қант және де ұн. Біріншіден айранға соданы араластырып 5-10 минутқа қойып аламыз. Ыдысымызға қантты, жұмыртқаны салып, жақсылап 1-2 есеге ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Неке миксерлеп алдық. Енді үстіне сары майымызды құйып, кішкене ғана миксерлейміз, ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Араласса болғаны. Енді құрғақ массаларымызды ұн елегіштен өткізіп аламыз. Яғни қопсытқыш, какао, ұнды електен өткізіп алып, кішкене араластырып, массамыздың үстіне салып миксерлеп аламыз. Мінеки миксерлеп болдық. Енді үстіне сода қосылған айранды, қызыл бояғышты салып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Масса дайын болғанда мен міндетті түрде кондитерлік пакетке құйып, 30 минутқа мұздатқышқа қойып аламын. Сонда құйғанда формасын өте жақсы ұстайды. Мінеки мендегі насадка осындай. Енді осылай құйып шығамыз, дөңгелек етіп. Видеода байқасаңыздар, құйғанда формасын өте жақсы ұстап тұр. Мен 30 минутқа мұздатқышқа қойып алдым. Кішкене арасын алшақтау етіп құямыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 7-8 минутта пісіреміз. Пирожныйлар пісіп дайын болды. Енді салқындағанша кремін дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне қант ұнтақты салып, жақсылап миксерлейміз. Кремге қолданатын творожный сыр, сливки міндетті түрде мұздатқышта тұрған болуы керек. Неке үстіне сливкиді құйып, енді біркелкі масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Крем дайын. Енді пирожныйларды жинаймыз. Мен осында кондитерлік қағаз қолданамын. Сіздер қолданбасаңыздар да болады. Үстіне пирожныйды қойып, кремді осылай құйып шығамын. Енді үстіне екінші пирожныйды жауып, әрлейтін боламын. Мен осылай кішкене кремдер құйып шығып, бетіне конфеттер қойып шығамын. Қалған пирожныйлардың барлығын осылай жасап шығамыз. Сіздер өз қалауларыңызша әрлесеңіздер де болады. Неке пирожный өте керемет болып шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Опипай пирожныйын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біріншіден сармай мен шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Онды електен өткізіп алдым. Енді ұн қопсытқышпен какаоны електен өткізіп аламыз. Жұмыртқаға қантты салып, 1-2 есеге ұлғайғанша миксерлейміз.
Мінекей массамыз дайын. Енді үстіне шоколадты құйып, тағы да кішкене миксерлейтін боламыз. Шоколадты ертіп алғаннан кейін 30-40 секундқа салқындатып аламыз. Құрғақ массаны екі бөлікке сала отырып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Масса дайын болғанда, мен кондитерлік пакетке насатканы салып, үстіне массаны құйып, жарты сағатқа мұздатқышқа қойып аламын. Сонда формасын құйғанда жақсы ұстайды. Неге массамыз дайын болды? Массаны жарты сағатқа қойып алдым мұздатқышқа. Енді осылай дөңгелек етіп құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градусқа 7-8 минутта пісіріп аламыз. Пирожныйлар пісіп дайын болды. Салқындағанша енді кремін жасайтын боламыз. Мұнда творожный сыр, творожный сырдың үстіне қант ұнтақты саламыз. Қантты ұнтақ болмаған жағдайда қанттың өзін қолдансаңыздар да болады. Енді жақсылап миксерлейміз. Кремге қолданатын сливки, творожный сыр міндетті түрде мұздатқышта тұрған болуы керек. Үстіне сливкиді құйып, крем қоюланып формасын ұстағанша жақсылап миксерлеп аламыз. Крем дайын болды. Енді пирожныйларымызды жинаймыз. Мен кондитерлік осындай қағаздарды қолданамын. Сіздер қолданбасаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша. Мендегі насатка осындай. Пирожныйлар воздушный, керемет болып пісті. Енді кондитерлік қағаздың үстіне қойып, бетіне крем құйып шығамын. Менде мұнда ганаш, екінші пирожныйды алып, ганашқа салып аламыз. Енді кремнің үстіне қоямын. Мінекей пирожный осылай шықты. Қалған пирожныйлардың барлығын осылай жасап шығамыз. Пирожныйлар дайын болды. Мен осылай кішкенеден крем құйып шығып, үстіне конфеттер қойып шығатын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады.
пупи-пай пирожныйлар өте керемет шықты қыздар. Үйде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, еш қиындығы жоқ. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын қыздар.